Т-33 АС тепловозының расхолаживаниесі. К1 большой кабина. Соның машинист жағында проходтан дизельге барып, бірінші жұмысымыз расширительный бактың үстінде тұрған кран бар, кран сброса давления деген. Соны ашып қоямыз. У меня расширительный бак. Осының үстінде жаңа кран сброса давления воды. Соны ашып қоямыз. Аны сол жаққа бұраймыз. Жарты болады. Одан кейін осының астында тағы бір кран бар. Кран слива охлаждающей системы. Соны бұраймыз. Осы арада неуір кран. Осы кранды ашқанда сырттағы баспалақтың астында труба бар, содан су ағып кету керек. Ал егер Evolution болса, қосымша тағы компрессорге барамыз. Компрессорде кран бар, соны ашамыз. Соны артынан көрсетемін соң жағында. Неден түскен кезде трубкадан охлаждающий системаның суы ағып кетеді. Қосымша егер Evolution болса, компрессорге барып, компрессорден кранды ашамыз. Бір 5-8 литр су ағады. АС-терде жоқ ол. Міне осы кран. Осы кранды ашамыз, бір 5-8 литр көлемінде су ағады. Соны ашамыз. Одан кейін сыртқа шығып, экологический бак бар. Экологический бактың вентилін ашып қоямыз. Соны ағызып жібереміз.